Assalomu kanalımızın көрушілері, Нүкіс қаласында жайласқан Dongfeng автосалонына келіп тұрмыз. Бұл жерде қандай машиналарымыз бар, қазір видео davomida көрсетіп барамыз. Машиналарымыздың түрлері көбейген. Қазір бірме-бір айтамыз, һәм де сигналдарымен таныстырып баруға әрекет қыламыз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, амансыздар ма? Хармаңлар. Так, бір шетте машиналарды көрсетейік. Бұл жерге қазір машинаның түрлері келген екен. Алдыңғы видеомызда бұл машиналар жоқ еді. Қандай машина, бұл қандай машина, маркасы қандай, айтып берсеңіз. Бірінші тұрған машинамыз Fengon S508 деген, бағасы 295 миллион 616 мың сом. Кейінгі машинамыз Aylos Shine 220 миллион 210 мың сом. Так, осы жерде достар, машиналарды толық көрсетің, характеристикасын, ішкі салонларын көрсетің дегендерге ендігі видеоларымыздан басын Құдай қаласа тезде шығарып тұрамыз. Әр машинды өз алдына толық обзорын көрсетіп барамыз. Кейінгі машинамыз Bestium T77. Бұның бағалары 265 миллион 960 мың сом болады. Так, сәл бұлай бір айландырып көрсетіп кетеміз қазір кадрда. Сол үшін сабырлы болсаңыз, жүдә мақұл болады. Экранда нөмірлерімізден болады. Егер қайсы машина сізге қызық болатын болса, емелі бұл жаққа хабарласып, толық мағлұматларды алсаңыз болады. Кейінгі машинамыз Mage L6. Бұл машинамыздың бағасы 285 миллион 480 мың сом болады. Бұлардың ішінде гибриді, бензин, полный тоқ қиылар болса, айтып кете берсеңіз. Болды, бұл машинамыз Mage L6 полный бензин болады. Полный бензин, Bestium T77-дан полный бензин, метан-пропан сайламай түсе береді. Салық қоғанлар бар, е? Бар. Бұлардың гарантиялары қандай болады? Бұлардың гарантиялары машинға 3 жыл, 100 мың пробег, задний мостына несіне, моторына. Кейінгі машинамыз. Машиналардың бәрін кредитке шығара аламыз. Қанша, баслаңғыш төлемі қанша болады? Неше пайыз төлесек кредитке шығарып кетуге болады? Первоначальный 25%-ын төлейсіз, қалған 5 жылға, қалесеңіз 3 жыл, қалесеңіз 5 жыл. Так, графиклерді шығарып бересіз ғой сізге байланысты қадағаларға? Пәлен соммен ақшам бар, мысалы үшін 100 миллион, 200 миллион ақшам бар десе, соған қарап шығарып визалап бәрін графиктерін шығарып береміз. Бұл машинамыз Bestium T77. Оған 285 миллион сом. Так, бұл кейінгі машинамыз Mage L6 деген. Бұл машинамыздың бағасы 318 миллион 680 мың сом. Кейінгі машинамыз Aylos Mage L6 деген, бағасы 285 миллион 480 мың сом. Бұда салонда қолайлықлары бар, панорама люк, 360 камера, слепой зона, адуб, обогрев бәрі бар. Машинамыздан қадабойлар мягкий. Кейінгі машинамыз L8 322 миллион 400 мың. Бұл машинада да бәрі қолайлықлары бар. Кейінгі машинамыз Dongfeng 008. Бағалары 424 миллион 80 мың сом. Бұның екі түрі бар. Ультра Max деген. Так, бұлар тоқ, менімше, е? Тоқ, полный тоқ. Бұл қандай машина? Бұл электромобиль. Полный электромобиль, е? Бұлардың бағалары Nami 06 дейді, 245 миллион 520 мың сом. Құдай қаласа, кейінгі видеоларымызда бірме-бір машиналарымызды обзорын көрсетіп барамыз. Енді бүгінгі видеомызда көрсетпедім деп айтатындар сыра шығады. Бағалары айтылды, маркалар айтылды, жаңа айтқанымыздай толық мағлұмат, басқа да сұрауларыңыз болатын болса, емелеп хабарласып сөйлесе берсеңіз болады. Так, мәнзілімізге келетін болсақ, мәнзіліміз Бакарди рестораны, шеп жағымызда милли тағамлары Dongfeng Нүкіс келе бересіздер. Баршамызға осындай таза машиналар міну несіп етсін деп қаламыз. Басқа да түсінбеген сұрауларыңыз болатын болса, төменде телефон нөмірлері болады. Сау болыңыз, шаршамаңыз.